Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін мына бейнелерге назар аударайық. Бұл кімнің суреттері? Әрине, бұл Қазақстан Республикасының халық жазушысы Мұхтар Шаханов пен батыр атамыз Махамбет Өтемісұлының бейнелері. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы атты поэмасымен танысатын боламыз. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Поэзиясы әр адамның жүрегін түрткілеп, санасына салмақ салар сұрақтарды сұлу жырдың өзегіне айналдыра білумен ерекшеленетін ақын шығармашылығымен танысу үшін Білімланд сайтының мына бейнефильміне назар аударайық. Көрнекті ақын, қоғам қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданында туған. Адам бойындағы адамгершілік ізгі қасиеттерді, махаббатты, достықты, адалдықты, адамзатты сан ғасырлар бойы толғандырған мәңгілік мәселелерді, рухани құндылықтарды, ақындық қуатымен тынбай жырлаған ақынның балладалар, қырандар төбеге қонбайды, махаббатты қорғау, ғасырларды безбендеу, өлеңдер мен поэмалар жинақтары көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп, сыншылар тарапынан лайықты бағасын алған. Ақынның Нарынқұм зауалы өлеңі Махамбет Өтемісұлының соңғы күндердегі өмірін суреттейді. Тарихтың ащы шындығын, жендет пен ұлы дарынның арақатынасын философиялық толғамдар арқылы таныған ақын Махамбеттің монологымен көп нәрсені пайымдатады. Махамбеттің монологында намыс, батырлық, ар-ождан, туған елге деген шексіз махаббат жатыр. Дулығаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған деген Махамбеттің соңғы сөзіндегі бейнелілік туған жердің ғажайып сырымен ақын тағдырының байланысын ашады. Ел үшін еңіреген ерлердің ешқашан өлмейтінін найза мен жырмен қорғаған атамекен мен қас батырлардың жаны бір екенін көрсетеді. Шығармада Махамбетті өлтірген, баласының жауыздығы мен опасыздығын ашынған әкенің де бейнесі кесек. Махамбетті өлтіріп сыйлыққа ішік алып келген ұлына әкесінің өкінішпен айтқан сөздерінде зор қасірет пен зар жатыр. Ақын трагедиялық жағдайды тереңдету арқылы өз кейіпкерлерінің характерін сомдаған әкесі мен баласының арасындағы күрделі қарым-қатынасты бейнелеп, адам тағдырына қатысты жақсы жаман мінез қылықтарды терең ашады да, содан мағыналы философиялық терең ой түйеді. Бейнефильмден тамашалағандарыңыздай, біз Мұхтар Шахановтың өмірі мен шығармашылығы және Нарынқұм зауалы поэмасының кімге арналғандығы жөнінде толықтай мәлімет алдық. Ақынның Нарынқұм зауалы поэмасы дауылпаз ақын Махамбетке арналған поэзиялық шығарма екен. Олай болса, осы шығарманың аудио нұсқасымен танысайық. Нарынқұм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап, зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ, иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің.
Жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елденерек басқазаң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күрсінсем де жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып педі қай кезде. Көрді енді сен жайлы ойға батамын, бұл іңкәрлік созылады қаншаға, кім қаншама шексіз сүйсе, отанын оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең пенделіктен тазарар деп ұл өлкем, қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер, ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кез келер. Қадір тұтам қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Шығарманың аудионұсқасымен таныстық. Нарынқұм зауалы ақын Мұхтар Шахановтың Махамбет Өтемісұлы туралы жазған жыры. Бұл поэма Махамбеттің күрескерлік айбынын, ұлттық болмысын, ақындық тереңдігін, азаматтық парасатын танытатын ілгері шығарма саналады. Олай болса, осы поэма туралы мына сұрақтарға жауап берейік. Нарынқұм зауалы шығармасын тыңдағанда қандай сезімде болдыңыз? Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаман-ақ деген жолдарды қалай түсіндің? Не себепті ақын Махамбет туралы мұндай поэма жазды деп ойлайсыз? Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма: Нарынқұм зауалы шығармасын композициялық құрылымына қарай талдау, яғни шығарманың дағы оқиғаның басталуын, байланысуын, дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегін және шешімін жаза отырып қорытындылайсыздар. Сау болыңыздар.